Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың Күй аңызы әңгімесі. Шығармада материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығын бағалаймыз. Оқушылар, сіздер жаңа ғана тыңдаған күйдің аты Нар идірген деп аталады. Нар идірген күйі бүгінгі біздің әңгімеміздің арқауы болған композициялық шығарма. Шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ескерту үшін оқушылар ол кім, бұл не әдісі арқылы төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, күйші өмірі осы. Қамшыны тастай беріп, домбыра ұстайсың. Домбырадан босап кетсе, қолың тағы да тізгінде болады. Солай, Оразымбет шырағым, бұл сөзді айтқан кім? Сізге қарттық қайда, Есеке? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. Бұл сөзді айтқан кім? Үшінші, екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар, деді. Бұл сөзді айтқан кім? Төртінші, тамыры қураған ағаштай, кішірейіп бара жатқан әрі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы, мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Бұл не? Ал оқушылар жауабына зейін қойып тыңдайық. Бірінші сұрақтың жауабы естемес. Екінші сұрақтың жауабы Оразымбет. Үшінші сұрақтың жауабы жаңыл. Төртінші сұрақтың жауабы нар. Оқушылар, ендігі кезекте бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға құлақ түріңіздер. Гроу әдісі бойынша естемес бейнесіне талдау жасаңыз. Мақсат. Естеместің алдына қойған мақсаты қандай? Қазіргі жағдай. Ситуациядан шығу үшін қандай амал жасады? Қолдағы мүмкіндіктер. Қолдағы қандай мүмкіндіктерді пайдаланды? Іс-әрекет. Адамгершілік тұрғыда қандай әрекет жасады? Ал ықтимал жауабы. Мақсат. Естеместің мақсаты қасиетті қара домбыраның шанағынан күй төгу. Қазіргі жағдай. Естемес ботасы өлген нарды иіту үшін күй шығарды. Қолдағы мүмкіндіктер. Естемес күйшімен ботасы өлген нарды иітіп, жаңылды алғысы келді. Іс-әрекет. Естемес жаңылды алудан бас тартып, жолын Оразымбетке берді. Оқушылар, фила әдісі бойынша Оразымбет бейнесіне талдау жасаңыздар. Факт, дерек. Оразымбет туралы мәтіннен дерек келтіріңіз. Идея. Оразымбеттің әрекетіндегі идеяны анықтаңыз. Зерттеу. Күйдің шығуына Оразымбеттің қандай қатысы бар? Шешім. Оразымбеттің шешімі қандай болды? Ықтимал жауабы. Факт. Оразымбет домбыраның шанағынан күй төккен күйші жас жігіт. Идея. Оразымбетке естемес жол беру арқылы тең-теңімен деген идеяны ұсынып отыр. Зерттеу. Халық күйі. Нар идіргеннің шығуына Оразымбеттің қатысы бар. Шешімі. Оразымбет естемес бастаған күйді аяқтап, жаңылды алады. Балалар, суыт әдісі бойынша жаңыл бейнесіне қатысты мәселелерге талдау жасаңыздар. Күшті жақтары. Жаңылдың күшті жағын сипаттаңыз. Әлсіз жақтары. Жаңылдың әлсіз жағын сипаттаңыз. Мүмкіндіктер. Жаңылдың қолда бар мүмкіндіктерін көрсетіңіз. Қауіптер.
жаңылға төнген қауіптерді көрсетіңіз. Ал жауабын бірге тыңдайық. Күшті жақтары: жаңыл ибалы, инабатты, жалғыз әкесін бағып отырған, жоқшылыққа төзе білген қыз. Әлсіз жақтары: өзі ұнатқан жігітпен бас қосу бұйырмаған, жоқшылықтан көңіл көтеріп жүре алмаған. Мүмкіндіктер: ақылдылығының арқасында екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деді. Естемес күй тартқанда иіп тұрған нардың желіндегі сүтін саусағымен қысып жібермей тұрды. Қауіптер: естеместің адамгершілік қасиеті болмағанда жас жігітке емес, үлкен адамға күйеуге шығушы еді. Ал құрметті оқушылар, 4-ші тапсырмаға кезек берейік. Фрайер әдісі бойынша нарға жан-жақты талдау жасаңыз. Анықтама: факт ретінде нарға анықтама беріңіз. Мысал: шығармада нарға қатысты мысал келтіріңіз. Ерекшелігі: символ сурет, нардың ерекшелігін көрсететін сурет салыңыз. Мысал бола алмайды, нарға мысал бола алмайды, жануарды атаңыз. Балалар, дұрыс жауабын бірге тамашалайық. Факт анықтама: нар жалғыз өркешті, сүтті түйе. Мысал: шығармадағы нар бір үйірді асырап, тамағы да, сусыны да болып отыр. Ерекшелігі: символы сурет, нардың суретін салады. Мысал бола алмайды, бура қос өркешті жануар. Олай болса балалар, үйге тапсырма. Қазақтың 7 кереметінің бірі домбыра тақырыбында эссе жазамыз. Эссе көлемі өздеріңізге белгілі. Назарларыңызға көп рахмет.